Міне бүгін Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні. Осындай айтулы мерекемен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Қазақ тілі халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып отырған баға жетпес асыл мұрамыз. Осы орайда мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақ тілі қазақтың жаны, біз мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру бағытындағы жұмыстарды үздіксіз жалғастыра береміз деп атап өткеніндей, Қазақстан өзінің тәуелсіздік туын тіккен 33 жыл ішінде елімізде мемлекеттік тілдің жүйелі түрде дамуына ерекше көңіл бөлініп келеді. Бүгінде қоғамымызда Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген берік сенім, ертеңгі күнге деген жарқын үміт түбегейлі орнықты. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы үкімет басшысының жарлығымен 2017 жылдан бері қарай 5 қыркүйек Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері мерекесі болып бекітілді. Қарап отырсақ, осы айтулы мерекеге де 35 жыл болған екен. Яғни басында ол 89 жылы қабылданған болатын, ол кезде 22 қыркүйек. Қарап отырсам, 35 жылда аз уақыт емес. Бірақ әттең-ай дейтін тұстары да өте көп. Оны бәріміз ішіміз біліп отыр. 35 жыл болса да қазақ тіліміздің мәртебесі өзінің бір деңгейіне әлі де жете қойған жоқ. Мемлекеттік тіліміз еліміздің рухани негізі мен ел еркіндігі, елімізді барша әлемге танытатын басты күштерінің бірі әрі бірегейі. Сондықтан ұлттық руханиятымыздың ұлықталып, арнайы бір күннің тіл мерекесі болып белгіленуі де орынды. Ардақты ағайын, қасиеті терең, құнары мол қазақ тілін өз мәнінде қолданып, жат тілге тәуелді болмай, болашақ жас ұрпаққа жеткізу баршамыздың азаматтық парызымыз. Ендігі мәселе сол ана тіліміздің ұлы көшке ілесіп, қатардан қалмай алға озуында. Олай болса, ғасырлар көшінің елге қалдырған ең ұлы аманаты тіліміздің мерейін асқақтату жолында аянбай еңбек етуге шақырамын. Тіліміздің мәртебесі биік, абыройы асқақ болсын.